Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қарапайым жеуге келмей қалған банандарды тастамай, одан ерекше жұмсақ әрі дәмді панкейк дайындаймын. Жеңіл, тез, глютенсіз, әрі тәтті, балаларға да, үлкендерге де ұнайды. Алдымен банандарды қабықтарынан ажыратып аламыз. Және жақсылап еземіз. Оған сүт пен жұмыртқаны қосып, жақсылап араластырамыз. Ванильді қант қосамыз. Тұз қосамыз. Күріш ұнын қосып, қою қайма консистенциясына келгенше араластырамыз. Ұн қопсытқыш қосамыз. Қызған табаға аздап май жағып, бір қасықтан құямыз. Екі жағын да алтын түске енгенше қуырамыз. Жұмсақ, хош иісті бананның табиғи тәттілігімен. Міне, бананнан жасалған панкейктер дайын. Үстіне бал, йогурт немесе шоколадпен де дәмдесе болады. Жылы шаймен керемет үйлеседі. Егер видео ұнаса, лайк басып, каналыма жазылып қойыңыз. Пікірге өзіңіздің сүйікті таңғы асыңызды жазыңыз. Мүмкін келесі видео сол туралы болар. Келесі кездескенше астарыңыз дәмді болсын.